Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге молочная девочка тортын табада әзірлейтін боламыз. Ешқандай духовкасыз өте дәмді тортты бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы бір жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне қойытылған сүтті саламыз. Менде Тыр Желания фирмасыныкін пайдаланамын. Өте дәмді болып шығады. Енді екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызға разрыхлителді қосып араластырып, електен өткізіліп немесе ситадан өткізіп, жаңағы массамыздың үстіне саламыз. 2 немесе 3-ке бөліп саламыз, бәрін бірден қоса салмаймыз. Жақсылап осылай алғашында венчикпен араластырамыз, кейіннен қолымызбен араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Бізде осындай қолға жабысатын қамырымыз дайын болады. Енді осы қамырымызды 5 минутқа тындырып қоямыз. 5 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды дәл осылай ұзынша қылып алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын біркелкі қылып, осындай бөліктерге бөлеміз. Менде 10 дана шықты. Енді осы қамырларымызды қолдың көмегімен домалақ қылып, доп-домалақ қылып, зуала қылып дайындап аламыз. Өте жұмсақ біздің қамырымыз. Енді осы формаларымыздың қалған бөліктерінің бетін жауып қоямыз. Шетінен ала отырып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Ұн себе отырып, осы оқтаудың көмегімен жұқа қылып, барынша жұқа қылып жайып алыңыздар. Қолға жабысатын болғандықтан ұнымызды сеуіп жаятын боламыз. Осындай форманың көмегімен домалақ қылып аламыз. Мінекей бізде қамырымыз дайын болды, өте жұп-жұқа. Дәл осылай қалған бөліктерінде формамызбен аламыз, немесе тарелкамен де бөліп алсаңыздар болады. Енді қызып тұрған орташа отта табамызды қойып, екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ешқандай жұқа екен деп қорықпасаңыздар болады. Себебі піскен кезде кішкене қамырымыз көтеріліп, әдемі қуырдарымыз пайда болады. Дәл осылай барлығын жасап аламыз. Бізде сонда осындай, мінекей видеодан көріп тұрғандарыңыздай, осындай қуырдарымыз дайын болады. Енді осы қуырдарымызға кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін сливкиге сгущенканы қосып, миксердің көмегімен қоюланғанша араластырып алдым. Егер сіздерде сливки болмаған жағдайда қаймақты пайдалана берсеңіздер де болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Мінекей бізде жақсылап араластырамыз, сонда осындай қою креміміз пайда болады. Енді тортымызды құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге осындай форма қажет болады. Егер болмаған жағдайда жасай берсеңіздер де болады. Бізге осындай формамен жасасаңыздар, торттарыңыз теп-тегіс болатын болады. Кремімізді жаға отырып, коштарымызды үстіне қоя отырып, барлығын осылай құрастырып алатын боламыз. Құрастырып алғаннан кейін холодильникке 2 сағат көлемінде салып алатын боламыз. Біздің сол кезде креміміз сіңіп, тортымыз дәмді болады. 2 сағат өткеннен кейін формамыздан шешіп, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай формамыздан шешіп алдым және шет-шетін түзулеп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің тортымыз дайын болды. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен бетіне үгітілген шоколадты сеуіп шықтым. Өте дәмді болды. Тортымыз осымен дайын болды. Жасалуы өте оңай. Егер үйлеріңізде духовка болмаған жағдайда табада әзірлесеңіздер болады.
кез келген қонақты ұялмай қарсы алатын боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.